Кеш жарық, менің қымбатты көрермендерім, аман есенсіздер ме? Мен бүгін холодец дейді ғой, 4 сағат қайнаттым. Сиырдың 2 сирағын алғанмын, және анандай сіңірінен 1-2 сүйек алғанмын. Соны міне 4 сағат қайнатып, енді оны турап, сол холодец қып қатырып алайын деп жатырмын. Сіздерге бағана бұзып қазанға салып атқан бәрін көрсету керек еді, бірақ уақыт тығыз болды да мен көрсете алмадым. Үлкен малдық екен, 3 сағат болған кезде алайын десем, вилкамен шанышқымен күйреп көрсем, кейбіреулері қатты екен. Сондықтан қайтадан қайнаттым. Неғұрлым көп қайнап, іркілдеп, былқылдап тұрса, сонда ғана жақсы қатады. Бұл өте тойымды және дәруменге бай тағам ғой. Міне қазір алдағы уақытта міне кейбіреулер соғымын сойып жатқан шығар. Міне соғым кезінде өте жақсы. Сирақты былай кезде көп жей бермейді ғой балашаға. Қазіргі балалар, немерелеріміз. Сондықтан осылай холодец жасап қойса жақсы. Қымбатты көрермендер, міне мен сирақтың турап болдым. Тағы бір жарты сағат қайнату керек. Жоқ дегенде. Сарымсағын турап жатырмын, жұп-жұқа қып. Оны теркадан, өткізгіштен өткізгеннен гөрі осылай тураған дұрыс. Міне мен құйқаның өзін жарты сағат қайнаттым. Енді сарымсақ қосайын деп тұрмын. Енді біраз сәбіз қосамын. Көп емес, өйткені мен аз болып қалды. Біраз қайнатамыз енді, 5 минуттай. Енді әркім өзі білет, мен өзім қара бұрыш қосқан жақсы көремін. Қымбатты көрермендер, міне холодец дайын болды. Енді ыдыс-ыдысқа құйып, суытып қояйын деп тұрмын салқын жерге. Бисмилля. Міне менің холодецім пісіп, дайын болып, мен ыдыстарға құйып қойдым. Енді әбден суып қатайғанда сіздерге көрсетемін. Міне қымбатты көрермендерім, холодец дайын болды. Сіздерге міне кесіп көрсетейін. Міне қымбатты көрермендер, егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліңіздер, пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Қымбатты менің жаңадан қосылып жатқан тіркелушілерім, сіздерге Алланың нұры жаусын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.